тоқал алған Тұрсынбек Қабатовтың әйелі ендігі өмірі өте бақытты, өте риза. Оның сұлулығы кәдімгідей Мұхтар мырзаны өзіне тәнті етіп, араларында бір ұшқын немесе сезім, немесе достық бар сияқты. Оны алдағы уақытта әлеуметтік желіде жарыса жазады. Дәл қазір сіздер видеоның соңына дейін көріңіздер. Съемканың жалғасы болып жатыр бізде. Вау! Гүл дей ма? Сізге беріледі. Рахмет! Осылай команда қуантып жатыр. Қалайсыңдар? Күшті. Жұмыстың бәрін жасап жүрген осылар. Біздікі сол енді. Гүл аласың, съемкаға түсесің. Рахмет. Жаңа ән-баянымен және киноларымен тағы да көрермендерді тәнті еткен Мөлдір Мұқанов бүгін ел арасында жүр. Өзін өте ерекше бақытты санайды. 5 баласы бар әйел екеніне ұқсамайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, ол өте бақытты. Тек Мына жерде байқап қояшы, ұшық шығып кетті, прикинь. Енді әр өлең айтқанда Жиргенов айтасың. Арамызда қалсын бәрі деген кейін. Саған ұшық шықпағанда маған ұшық шыға ма? Жиргенбей айту керек қой, өзің өлең ғой, қайтып Жиргенов айтасың. Оны қайдан шығардың? Бәрі айтып отыр, Жиргенов айтады деп отыр. Қайдан шыққан ғой мынау? Кинодан Жиргенов қама. бір ғана әнімен бір ғана шай деген киносы арқылы қызыл кілемде жүріп өткен Мөлдір Мұқанов қазіргі таңда танымал. Негізі бұрыннан бұл танымал продюсер, бұрыннан бар әйел. Бір жеріне қарамай кино түсіріп жүрген Мөлдір ма? Бір жеріне қарамай кино түсіріп жүрген Мөлдір ма деймін отырған. Не дейсің? Алдыңғы шығарған 2 видеода неше түрлі әңгімелер жазып жатсыздар. Мен ешқандай өсекші де емеспін, ешқандай әулие де емеспін. Нағыз өсекшілері міне. Мектеп анау, өзіңіз продюсер, кино түсіріп жатсыз, әнді айтып жатсыз, дуэтті жасап жатсыз. Еші елді бәрі әңгіме қылып жатыр сізді. Негізі өмірде Мөлдір ханым Димаштың концертіне мүлде қалмай Тұрсынбекке барады, және Димаштың фанаты. Мен сіздерге тағы да өте қызықты ақпарат айтып кетейін. Димаш пен Мөлдір осыдан 6 жыл бұрын бір-бірін таниды, бір-біріне шәкірт пен апалы әпкесі сияқты. Жыл бұрын біздің кішкентай мектебіміздің ашылуында Димаш деп құттықтаған болатын өз өнерімен. Сол кезде Тұрсынбек айтқан: Димаш, біз саған қолымыз жете алмайтындай әлемнің әншісі бол, әлемнің жұлдызы болшы деген кезде, сол кезде періштелер әумин деген болды. Дәл осылай сұхбат берген видеоларын көріп жатсыздар. Димашты қаншалықты танитын. Мөлдірдің алғашқы әнін Димашта орындап және көпшілікті тәнті етті. Видеомен бөліскелі тұрмын. Бұл да бір бақыт болар, Аллаға шүкір, сансыз шүкір. Жай ғана концерт көріп тұрған болатынбыз. Димаштың концертін тамашалап, сол уақытта Светапқа келіп жүріңдер, Димаштың гримеркасын көрсетейін деп. Қазір гримеркасын көрсетейін деп бері қарай алып келген болатын. Қараңыздар, мынау Димаштың поклонниктарын жіберген гүлдері, әр мемлекеттің атауы жазылған. Қараңыз. Басы бос Мөлдір ханым енді уақытта бар уақытын өзінің жеке жұмыстарымен, өзінің атағын шығарумен айналысады. Дәл қазір бүкіл Қазақстан болып, бүкіл ел болып Мөлдірдің тілеуін тілеп, соның бейнебаяндарын, киноларын көріп жатырмыз. Ендігі уақытта бар өмірін өте күрделі жұмыстармен, балалардың басқа өнерлі болуынан көптеген мүмкіндіктерді қарастыратын жан деп ойлаймын. Алдағы уақытта тағы да керемет жаңалықтар болып жатса, сіздерге міндетті түрде видео ретінде көрсететін боламын. Ал каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Осы видео ұнаса, пікірлерді, әдемі пікірлер жазып кетулеріңізді сұраймын.